Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube көрермендері. Мен сіздерге бүгін коляска жасап көрсететін боламын. Осындай коляскамыз. Мен бұны ұлға жасағанмын. Енді осыны қалай қатырып қою керек, қалай жасау керек, қызға жасайтын боламын. Мен алдымен осы розовый тестаны жайып алдым. Енді мен көбіне осындай басқа да сізде вирубка болса пайдалануға болады. Мен көбінесе осы майонездің ведросын пайдаланамын. Осылай розовый мастиканы упаковка жасап аламыз. Екеу жасап аламыз. Одан соң мен гүл жасап дөңгелекке кететін болады. Өкінішке орай гүлім шықпай қойды. Енді мен бұны жаңағы коляскамыз осындай болу керек. Бірінші бұны мен кесемін. Так, дәл ортасынан аламын. Осылай кесеміз. Алып тастаймыз. Екеуін бірдей алып кесу керек. Екеуі бірдей болу керек. Біз енді бұны 2 күнге немесе 1 күнге қойып қоямыз. Өйткені бұл бізде қату керек. Бұл 1 күннен кейін осылай қатады. Мінекей. Бұл дайын түрі. Мен 2 күн бұрын бұны қатырып жасап қойғам. Енді біз осыны коляска жасаймыз. Мұны осылай жасауымыз керек болады. Бұл үшін бізге ақ мастика керек болады. Ақ мастиканы біз өзімізге керек мөлшерде кесіп аламыз. Біз оны ұзыннан жаятын боламыз. Осылай ұзыннан жаямыз бұны. Қатты жұқа қылып жайып жібермейміз. Қатты жұқа қылып жайсақ, бұл мастика өз қалпын ұстап тұрмауы мүмкін. Біз бұны қазір колясканың арасына açып береміз. Сондықтан сәл 2-3 миллиметрға қалыңдатып жаюымыз керек. Мінекей, жетіп қалады деп ойлаймын. Осылай жаямыз. Біз енді бұны где-то бір 5 сантиметрдей, енін 5 сантиметрдей етіп кесіп аламыз. Ұзынынан. Мен өзім көбіне көз мөлшермен кесіп үйренгенмін. Сіздер сызғыштың көмегімен 5 немесе 6 сантиметрдей
жіңішкерек болғаны дұрыс деп ойлаймын, өйткені коляскамыз әдемі көрінеді. Осылай кесіп аламыз. Окей. Екі шетінде теңестіріп кесіп аламыз. Енді әлгі коляскамызды аламыз. Бірінші бұған теңестіріп екеуі бірдей. Соны қазір көреміз, бұған жетеді ме екен біздің жайған тестіміз, жетпейді ме екен. Мына ішіне Г-образный өлшеп аламыз. Осылай. Бірінші өлшеп алған дұрыс. Өйткені артық жерін кесіп алып тастауымыз керек. Мына. Сәл ғана артық жері бар екен. Соны кесіп алып тастаймыз. Осылай. Енді біз бұны міндетті түрде пенопласттың үстіне қойып жабыстыруымыз керек. Өйткені біз осыны қойғаннан кейін бұны қозғамауымыз керек. Осылай клейімізді жағамыз. Осылай қойып шығамыз. Жабыстырып. Осылай, мінекей. Осы ортасына кететін мастикамызды қатты жұқа етіп жайып жібермейміз. Өйткені ол өзінің қалпын сақтап ұстап тұру керек. Осылай. Құлап кетпеу керек. Мына. Көрініп тұр деп ойлаймын. Осылай. Окей. Мастикамыз сәл-сәл қалыңдау жаямыз, сонда қалың жайғасын осылай өзінің қалпын ұстап тұратын болады. Әдемілеп, сөйлеп жабыстырамыз. Міне. Енді осыған біз үстіне жабыстырып шығатын боламыз. Міне осылай. Енді біз бұны жоғарғы жағына клей жағамыз. Мына дұрыстап аламыз. Осылай. Енді біздің екінші коляскамыздың екінші бөлігі кетеді. Міне. Осыны қатты баспай, осылай үстіне қойып қоямыз. Бұны енді бір күнге қатырамыз, не болмаса 2 күнге қатырып қоятын боламыз. Осылай дайын болды. Міне. Осылай.
мынау колясканың іші болып есептелінеді. Мына жерге біз сәбиді жатқызып қоямыз. Вот осылай түзу етіп бір күн не немесе 2 күнге қалдырып қоямыз. 2 күннен кейін ол коляскамыз осындай қалыпта қататын болады. Енді біз бұған дөңгелек жасайтын боламыз. Ол үшін біз ақ мастиканы аламыз. Бұл коляска өте оңай. Бұлай жасап көрсеңіздер, мұқият қарап алсаңыздар, бірақ бұның қатырып қою 3-4 күнге созылады. Заказыңызды 3-4 күн бұрын аласыз. Осылай. Бұны да қатты қағып жаймаймыз. Өйткені бұл бізде колясканың дөңгелегі болады. Сәл қалыңдап қылып жаямыз. Мен бұған мынандай крышканы пайдаландым. Бұл көбіне балалардың сиробынан шығатын крышка. Бұл осыған ыңғайлы болғандықтан өзім осыны ойлап таптым. 4 дөңгелек істеп аламыз. Мына төртеуі дайын болды. Енді бұны мына жерге 4 жағына жабыстырып шығамыз. Бірінші бұлай кіл жалғасаңыздар болады. Ыңғайлы болсын десеңіз. Мына 2 дөңгелек осылай кетеді. Шет жақтарына осылай 4 дөңгелек қойғасын, бұл коляска осылай өзін ұстап тұратын болады. Мінекей. Мінекей. Бізде коляска дайын. Өте оңай, әрі жеңіл. Ішінің бәрін мастикамен толтырғанша осылай 3-4 күн бұрын жасап қойсаңыз, өте жеңіл, торттарыңызға жеңіл беріп тұрады. Жеңіл болып. Мына осылай. Мына біз бұны пенопластқа орналастырып қоямыз, өйткені бұны көп қозғамай бір қалыпта қатырып қоямыз. Әдемілегіңіздер келсе, мына шеттің бәріне гүлдер жабыстырып шығуға болады. Неше түрлі қылып, өзіңіз фантазияңызға қарай әдемілеп алсаңыз болады. Міне біздің коляска. Енді мен өзімнің осылай әдемілеп көрсететін болам. Мынау дайын түрі. Қазір мен сіздерге оңай жолменен жасап көрсететін болам. Ол үшін біз ақ мастиканы аламыз. Оны жұқалап жаямыз. Осылай жайып аламыз. Ұзыннан жайсаңыздар болады. Бізге сәл ұзырақ керек болады. Солай. Мінекей. Біз бұны кесеміз. Мен ас үйде қолданатын осы ребристей жағымен кесетін боламын. Бұл сәбіз ашитын. Мен бұны қолдансаңыздар да болады, өйткені өте әдемі болып шығады. Осылай. Өте әдемі болып шықты. Осылай кесіп аласыздар.
мінекей. Қойып қоямыз. Коляскамызды аламыз. Алып. Клейімізді жағамыз шет-шеттеріне. Былай жаңағы кесіп шығарған шетіне жабыстырамыз. Әдемілеп. Енді мына жеріне жабыстырамыз. Коляска. Бұл бізде жай ғана коляскаға әдемілік беру үшін сіз басқа да штамповкалар пайдалансаңыз болады. Мінекей төсеу қылып жабыстырамыз осылай. Осыны жабыстырып шығарамыз. Осылай жабыстырып шығарамыз. Артына да жібереміз. Түзу. Жабыстырып шығатын боламыз. Міне. Кесіп алып тастаймыз. Осылай коляскамыз дайын. Дөңгелекке гүл немесе звездочканы штамповка жасап жабыстырып қоямыз. Мен үстіне алдын ала жасап қойған сәбиімді жатқызатын боламын. Ол үшін сәбиіміздің астына кішкене клей жағамыз. Осылай жабыстырамыз. Міне біздің коляскамыз дайын. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса, сізге көмегім тиген болса, коммент қалып лайк басуды ұмытпаңыздар, маған тіркеліңіздер.